Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Араға ұзақ уақыт салып, витаминдер тақырыбын жалғастырамын деп шештім. Және бүгінгі видео тақырыбы бұл А дәрумені туралы болмақ. Майда еритін витаминдердің алғашқысы бұл А дәрумені немесе ретинол деп атаймыз. А дәрумені, яғни бір сөзбен айтқанда, бұл қанықпаған циклды бір атомды спирт десек те болады. Және табиғатта ол әртүрлі өнімдерде бұл жұмыртқа, балық, ет, сонымен қоса картоп, асқабақ, сәбіз деген секілді осындай өнімдерде кездеседі. А дәрумені ағзаға ретинол қышқылы түрінде немесе ретинал қышқылы түрінде ағзаға енетін болып табылады. Және осы А дәруменінің провитамин түрі бұл каротиноидтар болып табылады. Провитамин деп отырғанымыз кез келген дәруменнің провитамин түрі болуы мүмкін. Каротиноидтардың ағзаға енуі кезінде ішектерде және бауыр жасушаларында арнайы каротин диоксигеназа деп аталынатын фермент бөлінеді. Яғни осы фермент А дәруменінің провитамин түрін өзінің белсенді түріне айналдыратын болып табылады. А дәруменінің тәуліктік қажеттілігі бұл 1 мг мен 25 мг аралығын құрайды. А дәруменінің биологиялық рөлі қандай? А дәрумені ағзада өте көптеген процестерге қатысады және негізгі екі биологиялық рөлді бөліп ажыратамыз. Яғни бұл бірінші кезекте көруге жауап береді және екіншіден бұл жасушалардың өсуіне, олардың өзге жасушалардан ерекшеленуіне жауап береді. Яғни бұл өз кезегінде ДНК-мен әрекеттесу нәтижесінде орын алады. Осы маңызды процестердің ішінде бірінші көруге тоқталатын болсақ, көруге А дәрумені қалай қатысады? Біздің көзімізде негізгі көру аппараты болып жұмыс атқаратын бұл көз торы болып табылады. Яғни көру торына сырттан жарық түсу кезінде осы жарықты қабылдайтын бізде көру пигменттері бар. Осы көру пигменттері жарықты өзіне сіңіреді, яғни адсорбциялайды. Бұл көру пигменттері және осы жарықтың көзге енуі кезінде осы жарықты сезетін және оларды қабылдайтын екі түрлі рецепторды ажыратамыз. Біріншісі таяқша тәрізді, екіншісі колба тәрізді рецепторлар. Таяқша тәрізді рецептор бұл көбіне кешке белсенді жұмыс атқаратын болса, ал колба тәрізді рецепторлар көбінесе күндіз жарықты қабылдауға қатысады. Көру процесі кезінде ескеретін жайт, таяқшаларда және колбашаларда бізде көру пигменттері орналасқан. Таяқшаларда көру пигментін родопсин атқаратын болса, ал колба тәрізділерде көру пигменті болып эдопсин атқарады. Бұл екі пигмент бір-бірінен нәруыздық бөлімі арқылы ғана ерекшеленеді және ең қызығы А дәрумені осы екі пигменттің нәруыздық бөлімінде кофермент рөлін атқаратын болып табылады. Яғни А дәруменінің, нақтырақ айтатын болсақ, А дәруменінің альдегидтік тобы болып келетін 11 цис ретинал кофермент рөлін атқаратын болып табылады. Осыған байланысты А дәрумені көру процесінде өте маңызды рөл атқарады. Екінші қызметі бұл жасушалардың өсуі және олардың ерекшеленуі болып табылады. Оған А дәрумені қалай қатысады? Жалпы ағзада мысал ретінде стероидты гормондарды қарайтын болсақ, стероидты гормондар ол, яғни барлық жасушаға емес, өзінің нысана жасушаларына әсер етеді. Дәл сол секілді А дәрумені де өзінің нысана жасушасына әсер ете отырып, олардың ядросымен әрекеттеседі. Және осы ядромен әрекеттесу кезінде жасушалардың олар белгілі бір комплекс түзеді және бұл комплекс ДНК-ға, яғни жасушаның ДНК-сының бөлімдерімен байланыса отырып гендердің транскрипциясы деп аталынатын процесті үдетеді, яғни оны жылдамдататын болып табылады. Гендер транскрипциясының нәтижесінде бізде нәруыздар пайда болады, ал бұл нәруыздар
өсуге, жасушалардың бір-бірінен ерекшеленуіне және осы жасушалардың өсіп өнуіне деген секілді жауап береді. Яғни жасушалардың өсуінде және олардың ерекшеленуінде А дәрумені осындай рөлді атқаратын болып табылады. Әрі қарай А дәруменінің жеткіліксіздігіне келетін болсақ, яғни гиповитаминозы кезінде ол қандай асқынуларға алып келуі мүмкін? Бірінші кезекте өзінің атқаратын қызметіне сәйкес ол көруге, яғни геморролопия немесе ақшам соқыр деп аталынатын кешқұрым сәтте көрудің нашарлауы, балалардағы жалпы сүйек тінінің өсуіне, сонымен қоса маңызды жүйелер бұл зар шығару жүйесі, тыныс алу жүйесі деген секілді жүйелерде олардың эпителийінің зақымдалуына, сонымен қоса орталық жүйке жүйесі, оның ішінде жұлын сұйықтығының қысымының артуына алып келеді. Жаңағы ақшам соқыр немесе геморролопия деп отырғанымыз бұл кешқұрым кездегі көрудің нашарлауы болып табылады. Сонымен қоса осы көзге қатысты көз алмасының зақымдалуы, яғни ксерофтальмия, немесе осы көздің мүйізді қабатының зақымдануы деген секілді, немесе конъюнктивит деп аталынатын асқынуларға, ісіктерге, әртүрлі мүйізді қабаттың жарақаттануына деген секілді әкеп соғуы мүмкін. Сонымен қоса А дәрумені бізде репродуктивті жүйеге де әсер етеді, тежелуіне алып келеді. Жалпы бізде осындай асқыныстарға алып келеді А дәруменінің жеткіліксіздігі. Осымен А дәруменінің биохимиясы, оның биологиялық рөлі және жеткіліксіздігі деген секілді тақырыптарды қозғадық. Егер видео ұнаған болса, қандай да бір ақпараттарды ала алған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетсеңіз болады.